Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Кезекті апталық брифингті бастаймыз. Атамекеннің басты миссиясы елдегі кәсіпкерлер мен үкімет арасында алтын көпір болу. Кәсіпкерлердің құқы мен заңды мүддесін қорғау, бизнес жүргізуге барынша қолайлы жағдай жасау. Сондықтан кәсіп иелері біздің ұйымға шағымын, ұсынысын білдіре алады. Жуырда кол орталыққа Шымкент қаласынан бір азамат хабарласты. Шағын кәсіпкер түскі үзіліс кезінде тамақ ішіп, ауқаттанып отырған кезінде дүкенге мониторинг тобы кіріп келген. Дүкенде бөтен адамның жоқ екендігін, бірде-бір клиенттің сол мезетте дүкен ішінде болмағандығын және ас қабылдау уақытында бетпердесін уақытша ғана шешкендігін айтқанымен, бұл уәжге мониторинг тобы мүшелері тоқтай қоймаған. Тексеруге келгендер жағдайда санитарлық қызметке хабарлаған, әкімшілік іс толтырған, ақыры 670 мың теңге айыппұл салып кеткен. Қолында мұндай суммасы болмаған кәсіпкер амалы болмағандықтан банктен несие рәсімдейді. 7 күн ішінде 670 мың теңге жартысын төлеп қана құтылады. Бұл іс солай бітті. Бұл бір ғана мысал. 670 мың деген 230 айлық есептік көрсеткіш. Әкімшілік кодекстің 475 бабы бойынша санитарлық норма үшін шағын кәсіпкерге салынатын айыппұл. Орта кәсіп иесіне 310 есептік көрсеткіш, ал ірі кәсіпке 1600 айлық есептік көрсеткіш. Бұл шамамен 4 миллион 600 мың теңге деген сөз. Атамекен осы айыппұлдың көлемін азайту туралы мәселе көтеріп отыр. Дәлірек айтқанда, салынатын салықтың да негізі болу керек. Әйтпесе, қит дегенде 670 мың теңге төлету негізсіз, деді басқарма төрағасының орынбасары Шыңғыс Мұқан. Осы аптада Нұр-Сұлтан қаласындағы гүл дүкенінің иесіне де санитарлық талаптардың сақталмауына байланысты дәл осы 670 мың теңге әкімшілік айыппұл салынды. Жаңа дүкеннің ашылуына орай бәйге тіккен кәсіпкер халықтың көп жиналуына байланысты қауіпсіздік санитарлық шараларды өрескел бұзуға жол берген. Осы себепті бизнес иесі әкімшілік жазаға тартылды. Ол да шымкенттік дүкеннің иесі тәрізді 670 мың теңге, оны 7 күн аралығында өтеп, тең ақысын төлеп қана құтылды. Негізі екеуі екі түрлі жағдай, тіпті салыстыруға келмейді. Бірақ айыппұл сомасы бірдей. Біздің Атамекеннің заңгерлері жауапты органдарға осындай айырмашылыққа назар аударып, жаза ақысының да әрбір себепке орай әртүрлі болуын талап етіп отыр. Негізі осы жерде кәсіпкерлердің құлағына алтын сырға. Шымкенттік кәсіпкер өзінің заң бұзбағанын біле тұрса да, тексеру тобының айтқанымен келіспесе де, оңай келісе салған, хаттамаға қол қойған. Сондықтан несие алды, шарасыздан пұл төлеуге шарасы қалмады. Алайда келіспеуге де болатын еді. Растығыңызды дәлелдеп, айыппұл төлеуден бас тартуыңызға да құқыңыз бар кәсіпкер. Бірақ осындай қарапайым негіздерді кәсіпкер азаматтар біле бермейді. Әрине, екінің бірі юрист емес, заңнан хабары болмауы мүмкін. Сондықтан бізге хабарласыңыз, көмек сұраңыз. 1432 номер арқылы Атамекеннің заңгерлері сізге құқықтық көмек беруге әрдайым әзір. Осы аптада біздің қол жеткізген негізгі жұмыстың бірі бұл кәсіпкерлер төлейтін салықты азайтуға байланысты. Бұрын кәсіпкер әрбір қызметкер үшін 5 түрлі салық төлейтін еді. Шамамен бұл 32%. Атамекен оны 20% және бір реттік салықтық төлем ретінде ұйымдастыруды ұсынып отыр. Үкімет бұл ұсынысты қабыл алды. Қазір салық заңнамасына өзгеріс енгізу туралы шешімдер қабылданып жатыр. Жалпы президент салық заңнамасына ревизия жасауды биыл тапсырған болатын. Сәйкесінше кәсіпкерлерге түсетін салық күшін азайту бойынша жұмыс жасалатын болады биыл. Атамекеннің атқарушы хатшысы Асқар Қысықовтың айтуынша, компанияның еңбек қорынан бүгінге дейін 5 түрлі бағытқа салық төленіп келді. Жаңа заңнама күшіне енгеннен кейін бастап бюджеттік және бюджеттік емес қорларға бөлінетін төлем бір рет қана жасалады. Және бұрынғыдай 32% емес, тек 20% төлем алынуы керек. Ұлттық палата үкіметпен осы бағытта әлі де тығыз жұмыс жүргізе беретін болады. Алдағы брифингтерімізде жаңалықты хабарлайтын боламыз. Біздің бірыңғай байланыс орталығымызға 3 қаңтардан бері, жалпы жыл басынан бері нақты саны
4020 қоңырау түскен. Оның 1820-сы бастау жобасы туралы. Осыдан ақ кәсіпкерлердің, жалпы азаматтардың бастау жобасына қызығушылығы туралы айтса болады. Көбіне азаматтарды кәсіпкерлікке оқудың қашан басталатыны қызықтырады, сабақ қандай форматта өтеді, кімдер қатысады, және ол білім алу үшін прописка болу керек па деген сұрақ мазалайды. Биыл да Атамекен мемлекеттік еңбек бағдарламасы бойынша кәсіпкерлікке оқыту курсын бастайды. Әзірге нақты дата белгіленген жоқ, алайда жоспар бойынша осы жылдың сәуір айының алғашқы 10 күндігінде бастауды жоспарлап отырмыз. Бұл бағдарламаға жоспар бойынша жұмысы жүрген жастар, жаңадан отбасы құрғандар, көп балалы және аз қамтылған жанұя мен еңбекке араласа алатын мүгедек жандар қатыса алады. Жалпы 30 мың азамат 2021 жылы бастау проектісіне қатыса алады. Оқу процесі онлайн өтеді. Көп қойылатын сұрақтың бірі прописка туралы сұрақ. Бастау бойынша білім алу үшін тұрғылықты мекенжай керек па деген сұрақ елді мазалайды екен. Бастау бойынша білім алу үшін тұрғылықты мекенжай анықтаманың қажеті жоқ, яғни азаматтарда прописка болуы міндетті емес. Алайда, егер жобаның соңында грантқа құжат тапсырғыңыз келсе, немесе шағын несие алуды жоспарласаңыз, онда міндетті түрде тұрғын үй мекенжайы туралы анықтама керек болады. Бұл бағдарламаға мемлекеттік қызметкер қатыса ала ма деген сұрақ тағы адамдарды мазалайды екен. Бұл бағдарламаға мемлекеттік қызметкерлер қатыса алмайды, өйткені мемлекеттік қызметкердің кәсіпкерлік қызметпен айналысуына заңмен тыйым салынған. Тағы бір жиі қойылатын сұрақтың бірі 2018-20 жылы бастау алған білім алған азаматтар биылғы жылдың грантын алуға қатыса ала ма деген сұрақ жиі қойылады екен. 2021 жылы бөлінетін мемлекеттік грант байқауына 2018 және 2020 жылдары сабақ алған адамдар қатыса алады. Ол үшін жергілікті кәсіпкерлер палатасына барып, бизнес жобаны тізімге қосу керек. Содан кейін ғана 5 миллион болатын мемлекеттік грант үміткерлері қатарына қосыла алады. Бұдан басқа да бастау бойынша сұрақтардың жауабын біздің 14-32 байланыс орталығындағы сарапшыларымыз толыққанды сіздерге ақпарат бере алады. Сондықтан күнделікті ұялы телефоннан да, қалалық телефоннан да 14-32 нөміріне хабарлассаңыздар болады. Кәсіпкерлер үшін тағы бір маңызды ақпаратты құлақ қағыс еткім келеді. 10 ақпан күні Қазақстан Республикасы президентінің алтын сапа сыйлығы және Қазақстанның үздік тауары көрме конкурсына үміткерлерді тіркеу басталып кетті. Байқауға кімдер үміткер бола алады, конкурстың қандай шарттары бар екенін атамекен.kz ресми сайты арқылы білуіңізге болады. Және биыл алтын сапаға лайық саналған кәсіпкерлерді марапаттау қараша айында өтетін болады. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған салтанатты жиында кәсіпкерлік саласындағы ең үздік деген компаниялар анықтайтын боламыз деді ұлттық палатаның атқарушы директоры Салтанат Әбдікәрімова. Оның айтуынша, Атамекен байқауға қатысуға ниетті компанияларды, ұйымдарды дайындап, құжаттарын дайындауға көмектесіп, жалпы материалдарды жинақтауға барынша қолдау көрсететінін тағы бір ескертеді. Және бүгінге соңғы ақпарат, Атамекен әлі де кәсіп иелері арасында сауалнама жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қазіргі есеп бойынша 48 мың кәсіпкер біз жолдаған сауалдарға жауап қатқан. Сауалнама біткен соң Атамекен шағын және орта бизнесті қолдау туралы ұсыныс дайындайтын болады. Кез келген кәсіп иесі Атамекеннің ресми сайтында жүктелген сұрақ-жауап бетшесіне өтіп, 10 сұраққа жауап берсе болды. Ресми парақшамыз атамекен.kz, бізбен байланыс үшін 14-32 нөміріне хабарласасыздар. Осымен осы аптадағы ең маңызды деген ақпараттармен сіздерді таныстырдым. Апталық брифингті аяқтаймыз. Рахмет.